Асанәлі Әшімовтың сандарын қарап үлгердім. Сол кезде мінекей дәлелденді сандар бойынша денсаулығында проблема болды. Минуста тұр. Спад дейді орысша айтқанда, төменге құлдырау тұр. Егер сіз оны бұл кісі өмірден өтпей тұрып қарайтын болсаңыз, анықтай алар ма едіңіз? Әрине, анықтауға болады. Пікірлер арасынан оқып қалдым. Асанәлі ағамыздың соңғы нөмірі 88-бен аяқталады екен деп. И біреу жазып қойыпты, менің нөмірім 31-мен аяқталады, тез арада нөмірімді ауыстыру керек болды ғой деп. Өмірден өткен соң 88, онымен бір байланыс бар ма? Жоқ, бұл сәйкестік деп ойлаймын. Бірақ алайда оған да мән беруге болады. Телефон номері 0-ден бітпеген дұрыс, мүмкіндігінше. Менің телефон нөмірім 0-ден бітеді. Ал не болады 0-ден? Ауыстырыңыз оны. Неге? Енді оны көңілге алдыңыз ғой. Көңілге алған кезде оған уже бір әрекет жасау керек. 0 деген ол жоқ деген сөз. Жоқ деген. Жоқ, пустота, бос жер деген сөз. Сонда көріп отырған халық болса, 0-ден нөмірі аяқталса, міндетті түрде ауыстыру керек. Бұл жерде барлығы сенімде шығар бәлкім. Сенім деп қарастырсақ, оны біз кез келген нәрсені жамандыққа жорамай, жақсы нәрсеге жорайтын болсақ, бәлкім барлығы оңалар дегендей ғой.